Саламатсыздар ма, құрметті атыраулықтар, құрметті облыс тұрғындары. Тікелей эфирге шығып, сұрақтар, нелер, звоноктар көбейіп кетті. Расымен де облысына біздер төтенше жағдайлар қабылдадық. Бұл ешқандай да жаңағы бір бүгін ертең төтеп тұрған жаңағы бір неге байланысты емес. Болжам бойынша тағы да айтамын, су көлемі бізде 20-25 сәуірлерде келеді. Қазір бізде күштерді жұмылдыру үшін, максималды жаңағы қаражаттарды бөлу үшін, компанияларды тарту үшін бұндай шешім қабылдадық. Міне бүгін, ертең, немесе осы апта, келесі аптада да ондай көлемде су келмейді бізге. Тағы да дұрыстап біздер бүкіл Оренбургпен, басқа да Оралмен жағдайларды қарап жатырсыздар. Орал мен Атыраудың ортасы 500 шақырым, суды дейтін, ол машина тез жүргенмен де су оған бір 10 шақты күндей жүреді. Оренбургтың суы әзірге Оралға да келген жоқ. Оралдың жандарында суға кеткенмен де әлі жағдай тұрақты. Сондықтан да бүгін ертең ешқандай да қауіп болмайды. Атырау қаласына, Индерге де, Махамбетке де. Қазір мамандар әлі де зерттеліп жатыр. Жайықтың жағасы дейтін көп кесілген. Сондықтан да жағаларды бекітілуіміз керек. Сол үшін қаражат бөлуіміз керек. Сол үшін төтенше жағдай жарияланды. Атыраудан жаңа паникаға түсіп, қатты қаладан кетеміз деп айтатындай ешқандай да қауіп жоқ. Бұл жерде сабырлық сақтайық барлықтарымыз. Жағдайды әлі де бұл жерде үкімет басшысының орынбасары тұр. Бүгін бұл жерде премьер-министр болды. Сондықтан да сабақты бәрін жалғастырамыз. Сабақты қазір тоқтататындай негіз жоқ бізде. Трассаларды қазір жайықтың каналдарын ашу жөнінде де шешім қабылдап жатырмыз. Каналдарды жырамыз, вообще суды қалаға жеткізбей, далалыққа жіберу мәселесін қойдық. Қазір ірі каналдарды қазу жұмыстарына техника жұмылдырып жатырмыз. Басты мақсат суды далалыққа жіберіп, Атырауға мүлдем суды жаңағыдай тек қана сәл көтеріледі, сол деңгейде сақтауға. Сондықтан да жігіттер, компаниялар, бастысы, техникасы бар азаматтар, бәрі бізге көмектессін деген ниетпен чегіс жарияладық. Тұрғындарға, атыраулықтарға қауіп болдырмауға біз жұмыстанамыз. Сондықтан да уайымдамаңыздар, қатты кейбір адамдар қорқып кеткен сияқты ЧС деген сөзден. ЧС бұл чисто өзіміз үшін ақшаны бөлуге негіз болады. Біздер тендерлер, нелер, бәлейін айлап уақыт жоймау үшін шұғыл шешімдер қабылдаймыз. Сабақтарын балдарыңызды апара беріңіздер. Біреулер соғады, басқа қалаға баламды апарайын деп едім, билет таба алмай жатырмын деп. Ондай қажет емес. Бәрі жақсы болады. Сіздер өйтіп нетпеңіздер, құрметті атыраулықтар. Паникаға берілмеңіздер. Суды көріп отырып қой, бүкіл рекламамен сөйлесу. Мына жерде мен қасымда көрші кабинетте Қанат Аллабергенович Бозымбаев деген азаматпен отырып, мамандарды жинап отырмыз. 20-25 сәуірсіз Атырауға су келмейді. Келгеннің өзінде де ол уақытқа дейін біздер арнаны кішкене қазір бөріп, далалыққа жіберуіміз керек суды. Келетін судың кемінде жартысын далалыққа жіберу мақсатында жұмыстанып жатырмыз. Бәрі жақсы болады. Өйтіп қатты уайымға салмаңыздар. Кейбір адамдардың реакциялары расымен де қорқынышты. Өздеріңіз көріңіздер, тұрыңыздар. Бір апта өтеді, бәрі осындай жағдай. Су дейтін бірінші толқын келатыр бізге. Қазір кезінде Оралда ғана Чағаннан түскен су еріп, бір 50-40 сантиметрге бүгін көтерілді, бірақ ертең қайтып түсіп кетеді ол. Оренбургтың суы келгенше әлі уақыт көп бізде. Ең бастысы бізде уақыт арналарды, каналдарды бұрып жіберуге бар. Паниковать еткенше бізге көмектесіп жағаларды бекітуге күн сайын бізде 5-10 мың адам жағаларға шығып жатыр. Жағаларды бекіту жұмыстарына. Пожалуйста, соған да нетіп көмектесіңіздер. Неғұрлым биік болады, соғұрлым қауіпсіз болады. Ондай критически қашатындай да ештеңе жоқ. Даже су келгеннің өзінде де кеше көрдіңіздер ғой. Мысалға Құлсарыда дейтін. Құлсарыда мысалға бары бір жартысына су кірді микрорайондарға. Бұл бір ауыр волна емес соғатын. Мысалға көп қабатты үйлерге ешқандай да қауіп жоқ. Частный сектор әрине енді төмен тұрған үйлердің фундаменттері тем более төмен болса қиындау. Сондықтан да бұл бір қатты паниковать ететін нәрсе емес. Эвакуация туралы мәселе қазіргі таңда жоқ. Жоспарлар әрине бар, стандартный жоспарлар тұрады. Бірақ қадымда мәселе туралы біздер айтып жатқан жоқпыз. Көп адамдар Құлсарыдағы болған жағдайды көріп, кішкене расымен де нетіп қалды, қорқып қалып жатсыздар. Құлсарыда расымен де үлкен келітте Ақтөбеден арналардан шығып кетті. Бұл жерде енді
бізде әлі алыс. Құлсарыда бұл өзінің далалының, Ақтөбенің даласының қары еріп соқты. Бізде қарлы жер жоқ. Біздер Орынбордағы водохранилищедегі суды күтіп тұрық. Бұл басқа су. Бұл бізге айналып келгенше, жайықтың сағаларының бәрінен мыңдаған шақырымды өтіп келгенше бізде уақыт бар. Ең бастысы бізде бұл судың далалыққа ағып кететін мүмкіндігі бар. Атырауда мен алдында картаны жарияладым ғой. Әдетте Атырауда су басқанда бұл қалаға сақталып қалған. 93-те қалаға су кірген жоқ. Өйткені далалыққа бәрі ағып кетті, қаланы тек жанынан қоршап қалды. Сондықтан да тағы да қайталап айтқым келеді, құрметті атыраулықтар, қаламызды қорғап қалайық. 93-те біздің аталарымыз қорғап қалды ғой, тап сондай қылып біздерді қорғап қалуымыз керек. Құлсарыға тағы келе ме дейді. Жоқ, Құлсарыда бүгін судың деңгейі түсе бастады. 3 күннен кейін су толықтай кетеді Құлсарыда. Ұшақтар нелер дейді. Біздер эвакуация туралы мәселе көтеріп отқан жоқпыз. Тағы да айтайын сіздерге. Бізде әлі біраз уақыт бар. 25 сәуір кемінде сол уақытта бастап келеді дейді судың бірінші қарқыны. Оған дейін расчеттар бізде кеше президент айтты ғой, мамандардың әлі де сапалы дайындауы, сол үшін біздер Ресейдің мамандарымен сөйлесіп отырмыз. Олар да айтып отыр, сәуірдің аяғынсыз сіздерге жете қоймайды су деп. Сондықтан да құрметті атыраулықтар, ешқандай паникада пускать етпеу керек. Бәрін бақылап жатырмыз. Ондай бір адамның өміріне алып келетіндей қауіп біз көріп тұрған жоқпыз. Басты өзіміздің жоспарларымыз бар, суды жоғары жақтан ағыз жіберу төменге, далалыққа. Сақтықта қорлық жоқ, расымен де. Сол үшін де через жариялауға тура келіп, біздер қазір жұмыстарды күшейтуіміз үшін, мейлінше көп техника алу үшін, мейлінше мына компанияларды жұмылдыру үшін, қаланы сақтап қалуға, қаланы бастысы мүлікті, сол қала тұрғындарының сақтап қалу үшін жасалып жатқан әрекеттер. Сондықтан да сабақтар жалғасады, тағы да ресми айтамын сіздерге. Оқулар болады, әзірге балдарыңыз сабаққа апарыңыздар, жұмысты жалғасады. Төтенше жағдай тек қана мемлекеттік органдарының жұмыстарын тездету үшін жарияланып жатыр. Жақсы, рахмет барлықтарыңызға.